Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. Тригонометриялық теңсіздіктер дегеніміз тригонометриялық өрнектер мен сандардың теңсіздік таңбасымен жалғасқан өрнектерді айтамыз. А-ның мәні бірден кіші болған кезде мынандай теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу формулаларын қарастырайық. Синус x үлкен А. Онда бұндағы x-тің мәндер жиыны арк синус А плюс 2 πn мен π алынған арк синус А плюс 2 πn арасындағы сандар жиыны болады. Синус x кіші А теңсіздігінің шешімдері жиыны минус π минус арк синус А плюс 2 πn мен арк синус А плюс 2 πn арасындағы сандар жиыны болады. Косинус x үлкен А теңсіздігінің шешімдері жиыны минус арк косинус А плюс 2 πn мен арк косинус А плюс 2 πn арасындағы сандар жиыны болады. Косинус x кіші А теңсіздігінің шешімдері жиыны арк косинус А плюс 2 πn мен 2 π алынған арк косинус А плюс 2 π арасындағы сандар жиыны болады.